Уақыт қадірі. Бір минут біреулер үшін еш маңызы жоқ зымырап айтылған сағаттың ұзын тілі. Ал біреулерге жаңа мүмкіндіктің бастауы болса, бір кісілердің өмірінің соңғы сәті. Иә, әр минуттың өзіндік орны, әр секундтың өзіндік маңызы бар. Себебі бай болсаңыз да, патша болсаңыз да, бір минутты сатып ала алмайтыныңыз анық. Бала күнімізде әкемнің жолдастары бас қосса дереу жандарына барып жайғаса кететінбіз. Өйткені олардың әңгімесі біз үшін ең қызық ертегі секілді болатын. Жиналған көпшіліктің ішінен әкемізді ғана танып, қалғандарын пәленшенің әкесі, түгеншенің атасы деп ажырататынбыз. Баламыз ғой, әдемі әңгіменің жетегінде отырып ұйықтап та қалатынбыз. Сондай басқосудың бірінде айтылған әңгіме еміс-еміс есімізде саталып қалыпты. Бізден екі көше әрі тұратын, үнемі ұзын көк шапан жамылып жүретін ауылдас кісінің айтқан әңгімесі әлі күнге ғибрат болып келеді. Қай қала, кімдермен болған қақтығыс екені есімде жоқ. Әйтеуір жолдас екеуі бастарынан өткен жағдайды былай баяндайтын. Алыс-жақын араласатын достар бас қосып отырып ұйымдастырдық. Тіпті арасында бірнеше жылдар бірін-бірі көрмеген жігіттер де бар. Не керек, отырысымыз ұзаққа созылды. Түн ортасынан ауып та кетті. Ауыл алыс болғандықтан отырыстың бірінші біз қайтатын болдық. Түн тас қараңғы. Тәуекелге салып, Хамза екеуміз ауылға қарай бет алып келеміз. Бар ойымыз таң бозармай ауылға жету. Түн қараңғыста қайдан шыққан белгісіз ірі-ірі жігіттер тап болды. Арасында атаманы шығып мінезін көрсетпекші. Қасымдағы Хамза қысқа бойлы, арық, әлжуаз болса да сөзге шебер етін. Арыстан шақырып келген жігіттің түріне қарап күліп жіберді. Оны көрген сайын ол одан сайын ашуланды. Ақыры атаман қол көтеріп әлімжеттік танытайын деп жатқанда тоқта деп саңқ етті. Ана жігіт қанша әрі болса да Хамзаның даусынан кідіріп қалды. Еш асып-саспастан Хамза қолындағы сағатын шешіп, ақырын ғана бұзақы жігіттің қолына ұстатты. Мықты болсаң, мына сағатты кері айналдыр. Қолыңнан келмейді ме? Уақытыңды пайдалы нәрсеге жұмса. Сен қайдан білесің? Біреулер үшін қазір таң атпайды ғой деген бойда маған қарап кеттік, деді. Ана жігіт тұрған орнында қазақша қағылды. Сөз сүйектен өтеді деген осы болса керек. Жақында сол жігітті көрдім. Басында тақия, қолында тәспі. Қасынан өте шықты да, танымады-ау шамасы. Бірақ мен оны анық таныдым деп сөзін қорытындылаған еді. Иә, уақыт қолға алған құм секілді. Алақаныңда қалай таусылған өзің де сезбей қаласың. Уақыттың тек өлтіріп құмар ойын ойнап, ішімдікке салынып жүргендер, үйіндегі аяулы жарына мәпелеп өсірген ата-анасына қаншалықты уайым артып жатқанын өзі білсе ғой шіркін. Бос уақыттың қадірін кеш түсініп өкініп жатқандар да көз көріп құлақ естіді, бірақ не пайда. Ақын Абай Құнанбайұлы 15-ші қара сөзінде, егер де есті кісілерінің қатарда болғың келсе, күніне бір мәрте болмаса жұмсасаң да бір ең болмаса айында бір өзіңнен өзің есеп ал. Сол алынып есеп алғаннан бергі өмірі қалай өткіздің, не білімге, не ахиретке, не дүниеге жарасымды күніңді өкінбестей қылықпен өткізіпсің. Жоқ болмаса не қылып өткізгеніңді өзің де білмей қалыпсың деген емес пе? Күнімізді қалай өткізіп жүрміз? Бүгін кімге қандай жақсы жасадыңыз? Өкінбестей етіп өткіздіңіз бе? Ата-ана алдындағы қарызыңызды өтей алдыңыз ба? Сонымен қатар қарны тоқтық, жұмысы жоқтық аздырар адам баласын деп Хакім Абай айтпақшы, кейбір ғалымдар бос уақыт адам баласының жауы үлкен қауіптің төнуі деп жатады. Сондай-ақ алтын уақыттарын ұрлап жатқан ұрыға да теңейді. Мұсылманның бір күні екінші күніне ұқсамау керек деуінің себебі уақытты тек пайдалы нәрсеге жұмса деген айтқаны болар. Бес нәрсе келмей тұрып, бес нәрсеге ұқыптылық танытып, кәрілік келмей тұрып, жастық шағыңды дерт қылмай тұрып, деніңнің саулығын бағала, кедейлік келмей тұрып, байлықты, бос уақытты бағала, өлім келмей тұрып, өміріңді бағала деген Хасан Басри. Әр деміміз арқылы өміріміз қысқара түсуде.